Сәлеметсіздер ме? Бүгін самса әзірлейміз, яғни қытырлайтын әрі қатпарлы болып шығатын. Бұның бүгу жолы өзгеше. Видеоның соңына дейін көріңіздер, өткізіп алмаңыздар. Және де бұның қамырын дайындап алып, тоңазытқа салып күтіп отырмаймыз. Бірден жайып, бүгіп пісіре береміз. Алдымен қамырымызды алып жайып аламыз. Мен 5 бармаққа жасаған кезде осылай 2 зуаланы артықтау қылып илеп қойдым. Енді соны алып бірден жая беремін. Видеом ұнап пайдалы болып жатса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Қолдағандарыңызға көп-көп рахмет. Қамырымызды дөңгелетіп жайып аламыз. Содан соң үстіне еріген майымызды барлық жеріне тиетіндей етіп жағып шығамыз. Қамыр жұқалау болған жақсы, самсамызда әдемі болып шығады. Барлығын жақ болғаннан кейін осылай ұзынша етіп, барлығын түзу етіп кесіп аламыз. Барлығын осылай қамырымызды кесіп шығамыз. Жалпақтау қылып кессеңіздер, самса үлкендеу болып шығады. Содан соң бір шетіне фаршымызды саламыз. Содан соң 3 бұрыш формаға келтіріп бүктейміз. Яғни былай бір бүктедік. Содан соң екінші бүктеп ары қарай кете береміз. Яғни бірінші фарш салған кезде 3 бұрыш формаға дұрыстап келтіріп алсаңыздар, ары қарай бүгу жолы оңай болады. Бірінен соң бірін бүктей бересіздер. Егер зуалаларыңыз үлкен болса, осылай жартысына дейін бүктейсіздер де, содан соң кесіп аласыздар. Егер де қамыр үлкен болып жатса. Мінекей әп-әдемі 3 бұрыш самса болып шыға келді. Келесінде дәл солай 3 бұрышты етіп бүгіп жасай береміз. Әрине алдында осылай 3 бұрыш формаға келтіру сәл ыңғайсыз болады. Бірақ жасай келе өздеріңіз қолдарыңыз үйреніп кетеді. Жаңа басында айтып кеткендей, дұрыстап 3 бұрыш формаға келмесе, қолымызбен өстіп формаға келтіріп алыңыздар. Самсаларымыз дайын болды. Жалпақ қып кескенде самсамыз осында үлкен-үлкен болып шығады. Егер кішілеу қылып, жіңішке қып кессеңіздер, самсалар осылай кішкене болып шығады. Енді барлығының бетіне жұмыртқамызды жағып шығып, пешке апарып пісіріп аламыз. Самсамыз пісті. Иісі өте керемет. Мінекей қытырлап тұр. Және де қатпарлары қандай әдемі. Қатпар-қатпар болып тұр. Уақыттарыңыз болмаған кезде осылай тез-тез үйге өзіңізге жасаған кезде 5-ші айына жасасаңыздар өте әдемі. Жасалу жолы да өте тез болады. Мінекей қатпарларына қараңыздаршы, қандай әдемі болып тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсерімен комментарий бөлімінде бөлісіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.